Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кейінге қалдырылған қосылған құн салығы деген тақырыпты қарастырамыз. Яғни ол үшін покупки сатып алу деген бөлімінде поступление товарно-материальных запасов и услуг, яғни тауарлы материалдық қорлардың келіп түсуі дегенді ашамыз. Және де ең бастысы бізге келіп түскен накладнойлар осы бөлімде көрсетіледі, және әр накладнойға былайынша счет фактура тіркеледі. Қай кезде кейінге қалдырылған НДС пайда болады? Егер 1.90 аяқталып счет фактура келмеген жағдайда, яғни келесі 90-ға ауысып кеткен кезде счет фактура кейінге қалдырылған деп саналады. Ол үшін біз қандай әрекет жасауымыз қажет? Ол үшін ең бастысы біз қазір накладнойды енгізейік. Мысалы, бізде накладной осы маусым айының 29 күні келіп түсті деп қарастырайық. Қандай кәсіпорыннан? Мысалы, мына кәсіпорын болсын, және келесі тауарларды мысалы бізге келіп түсті. Әрқайсысын 100 данадан деп көрсетейік. Енді бұл жерде данасы ондай қатты маңызды емес. Бізге жай ғана мысал ретінде салық қалай көрсетіледі, соны білуіміз тиіс. Яғни өткіземіз және де бұланы қарастырамыз. Бұл жерде бізде айналым, жалпы айналым деп көрсетіліп тұр. Тауарлар қосылған құн салығымен келіп түскен. Және қосылған құн салығы 12% деп қарастырылған. Егер 90 аяқталған жағдайда счет фактурасы дәл сол күні келіп түспей, келесі 90-ға ауысатын болған жағдайда, онда біз қосылған құн салығымызды кейінге қалдырылған деп тіркеуімізге тиіспіз. Мына жерді ашып, яғни мына жердегі бағалардың түрлері тип цен дегенді ашамыз, және де қосылған құн салығын кейіннен қарастыру, яғни отложить принятый НДС, қабылдаған қосылған құн салығын кейінге қалдыру дегенді басамыз. Және қайтадан өткізу дегенді басамыз. Бұл жағдайда бізде барлық қосылған құн салығы 14.22 шотына ауысады, яғни бұл кейінге қалдырылған қосылған құн салығы. Және де мына жерде де жазылғаны да дәл солай. НДС в том числе отложен, яғни қосылған құн салығы кейінге қалдырылған. Ал счет фактура келіп түскен кезде біз бұл кейінге қалдырылған НДС-ті қайтадан өзінің негізгі шотына ауыстырамыз. Негізгі шоты, яғни 14.21 шотына түседі, және 14.22 шоты кредитқа түсіп, бұл шоттан, яғни 14.22 азайып, 14.21-ге қайтадан ауысады. Жазамыз және бухгалтерлік проводкаларын қарастырайық. Мына 14.22 кредитке түсті, яғни бұл шотта қаражат азайды деген сөз, және 14.21-ге біздің қосылған салығымыз қайтадан көшті. Бірақ бұл көшуіміз бізде осы ағымда емес, яғни келесі 90-да болуға тиіс. Және осы құжат негізінде, бұл құжат регистрация прочих операций, яғни өзге де операцияларды тіркеу, сатып алынған тауарлар, қызметтер және жұмыстарды, өзге операцияларды тіркеу не үшін? Қосылған құн салықты көрсету мақсатында. Және осы құжаттың негізінде счет фактурамызды тіркейміз. Мысалы, счет фактурамыз бізде сол келесі 90-ның басында келіп түсті. Келіп түскен счет фактураның номерін көрсетеміз және өткізу дегенді жазамыз. Бұл операция, яғни мына байланысқан құжаттарды көретін болсақ, келіп түскен құжат, накладной, өзге де операцияларды тіркеу, қосылған құн салықты көрсету мақсатында, және счет фактура тіркелді. Счет фактура тікелей келіп түскен тауарлардың накладнойына тіркелмейді, себебі бұл салық кейінге қалдырылған. Бұл счет фактура мына құжатқа тіркеледі, яғни регистрация прочих операций, өзге операциялар тіркеу құжатына тіркеледі. Яғни келесі біз айналым сальдолық ведомстводе де қарастырып шығайық. Мысалы, бұл жерде бізде
1 маусымнан 15 шілдеге дейін уақыт өтті деп есептейік, және міне кейінге қалдырылған салық 1422 біз үшін. Міне қосылған құн салығы кейінге қалдырылған. Осыны ашып қарастырайық. Міне бұл жерде бізде міне 2 кейінге қалдырылған қосылған құн салық толығымен жабылып, және де толығымен жабылғандықтан 1422 дебиттен кредитке жабылып 1421-ге көшті дегенді білдіреді. Мысалы, ашып көретін болсақ, алғашқыда міне келіп түскен 3 тауар 1422-де кейінге қалдырылған 29 маусым күні. 29 маусым күні накладной негізінде. Одан кейін өзге операциялар тіркеу журналы, тіркеу құжаты негізінде, яғни келесі 90-да бізде кейінге қалдырылған НДС, яғни қосылған құн салығы кредитте азайып 1421-ге, яғни ағымды уақыттағы қосылған құн салығын тіркейтін шотқа 1421-ге көшті. Сонымен 1422 толығымен жабылды, 0-0, яғни толығымен жабылды дегеніміз бұл шотта қалдық болмайды, бұл шот қайтадан өзінің негізгі 1421 шотына көшеді. Сонымен бүгінге осы, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.